Тіршілік қайнап тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса, дала сөндірме жанырыңды, жазғырма тағдырыңды, бақытқа әр күніңді. Бала арманың барда, жан жаман қалма, жасқанып қалма, жүре бер алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, жүре бер алға. Қиналсам анда-санда, үмітің алдаса да, өтпелі әрқашанда. Бәрі сәтсіз күн оралмасын, қайғыға жол алмасын, жүректің жоғалмасын. Сәні арманың барда, жан жаман қалма, жасқанып қалма, жүре бер тек алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, жүре бер тек алға. Арманың барда, жан жаман қалма, жүре бер әрқашанда алға. Өмір сынаса, көңілге алма, жүре бер әрқашанда. Бақ жұлдызың жанады, арманға қанат қағады. Мұңайма ешқашанда өмірде, әр адам бақыт табады. Менің мақсатым балаларға есептерді оңай әрі тез шығару жолымен үйретіп, ойларын ұшқыр ету. Қазіргі заман талабына сай білім алушылардың логикасына көбірек мән беру керек. Сол себептен мен балалардың логикасын дамытқым келеді. Математика 10% есеп және 90% логика деп білемін. Кез келген есепті логикаға салсақ, оңай әрі тез шығаруға болады. Мұғалімнің кәсіби шеберлігінің негізі: біріншіден, мұғалімнің өмірге көз қарасы, оның идеялық нанымы. Екіншіден, пәнді жетік білуі, ойын оқушыларға жеткізу үшін жан-жақты терең дайындықпен баруы, оқушылар бойына әдеп, әдет, дағды сияқты жақсы қасиеттерді сіңіруі, моральдық нормаларды білуі. Үшіншіден, оқыту мен тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін табысты қолдана білуі. Мұғалімнің кәсіби білігін шыңдаудың үздіксіздігі, оның шығармашылық қабілетінің дамуының кепілі және өзіндік жеке педагогтық тәжірибесінің дамуының алғы шарты болып табылады. Қазіргі заман мұғалімі рухани дамыған әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман, өзін өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін жауапты деген. Өмірде екі нәрседен қателеспеу керек. Біреуі жар таңдаудан болса, екіншісі мамандық таңдаудан. Бұлай айтылудың негізгі себебі сенің таңдаған мамандығың, сенің болашағың. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғырда аңғарымпаз ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнерге, білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ,
және ар намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл ержүрек болуы керек. Бұл өмірде ұстазымнан менде тәлім үйрендім, әнін үйрендім, бәрін үйрендім. Өнердегі аласармас асқар тауым сенен алғанымда көп, аларымда көп, арманымда көп. Бағыттасын, шабыттанып шарықтасын, қанат қағып қалықтасын, енді балаң. Әндеріңді сүйіп келген, алғыс алсаң сүйіктелден, сен көрінсең биіктерден, мен қуанам. Айналайын шәкіртім ай менің, өнердегі ізімнен ерген сый құрметіңді жүзіңнен көрген. Өмір теңіз өнердегі айдыныңда, ұлым аялдамағын еңбектің елден. Аянба барым, сезеделім, өнерпаздар саз өлеңін, ел алдында өз өнерін дәлелдейді. Ән тыңдайтын сіздер барда, ән шырқайтын біздер барда, қазақтайым ізгел барда, ән өлмейді. Сезеделім, өнерпаздар саз өлеңін, ел алдында өз өнерін дәлелдейді. Ән тыңдайтын сіздер барда, ән шырқайтын біздер барда, қазақтайын ізгел барда, ән өлмейді.